Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет болып шығатын капкейк жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды салатын боламыз және жақсылап араластырамыз. Миксерсіз осылай венчикпен араластыра берсеңіздер де болады. Жақсылап араластырып болған соң үстіне сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Үстіне күнбағыс майын құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте құрғақ қоспаларымызды дайындайтын боламыз. Разрыхителімізбен ұнымызды осылай бірінші жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде осылай електен өткізіп жіберетін боламыз. Осылай аз-аздан салып жаймен араластырамыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Видеода көрсетілгендей сұйық масса шығу керек. Міне осымен тестамыз дайын. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық масса шығу керек. Капкейкке арналған ыдыстарымызды осылай жайып шығатын боламыз. Бірақ міндетті түрде осындай болуы керек емес. Қаласаңыздар, кәдімгі кекстің ыдысына істесеңіздер де болады. Барлығына осылай 1,5 қасықтан салып шығамыз. Көп салып жібермеңіздер, өйткені піскен кезде бұл көтеріледі және ыдысынан сыртына қарай ағып кетуі мүмкін. Сол себепті тек жартысына дейін ғана салыңыз.
Кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен творожный сыр мен сахарный пудраны жақсылап іртігі жазылғанша араластыратын боламыз. Бұл жерде мен көбірек жасап жатырмын. Негізгі керекті массасын мен описанияға жазып кететін боламын. Сливкемізді осылай кішкене ғана араластырып жібереміз. Және үстінен дайын болып тұрған осы творожный сырымыз бен сахарный пудрамызды салып, қою әдемі крем болғанша араластырамыз. Міне қою әдемі крем болып шықты. Мен дайын капкейктеріміздің үстін сәндейтін боламыз. Сәндеу әрине өз еріктеріңіз бойынша. Бұл жерде мен жаңа жылға жасағандықтан оформлениясын соған сай етіп жасадым. Ең алдымен бірінші орында осылай капкейктердің барлығына кремнің, кәдімгі ақ кремнен аз ғана жағып шығатын боламыз. Міне барлығына жағып алдық. Келесі кезде бізде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген түстермен сәндесеңіздер болады. Бұл жерде мен елочка етіп жасайын деп жатырмын. Сол себепті жасыл краска қолданып жатырмын. Дайын болған кремімізді осылай мешокқа саламыз. Ең алдымен осылай ішіне насадкасын салып қоямыз. Міне қалауларыңыз бойынша осылай сәндей берсеңіздер болады. Тағы да бөлек ыдысқа осылай азғана крем алып, үстінен қызыл краскамызды салып сәндейтін боламыз. Міне қалаларыңыз бойынша посыпка сеусеңіздер болады. Құрметті достар, осымен біздің капкейктеріміз дайын. Дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шығатын капкейктердің бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.